Ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Бүгін мен осындай логотипті Pinterest'тен көріп қалдым. Осыны қалай жасап көрейік. Осыны квадрат алып аламыз. Обводкасын қалыңдығын көбейтеміз. И мына жерден екі шетінен shift ұстап тұрып тартамыз. И круг создать етіп аламыз. Ctrl-S, Ctrl-F деп басамыз да былайынан үлкейтеміз. Ctrl-S, Ctrl-F. Солай үлкейтеміз. Сәл қалыңдығына сәл азайту керек сияқты. Окей, осы болады. Осы жерде тоже байнан. Окей. Осылай қойып қоямыз. Енді және бір линия қосып жібереміз. Бәрін белгілеп аламыз да, объект разобрать. Окей дейміз. Осы жерден керек емес элементтерді өшіреміз. Енді разобрать ету керек. Секен алып, объект, контур, создать параллельный контур дейміз да. Осылай жасаймыз. Окей дейміз. Бұл жерден керек емес элементтерді өшіреміз. Сәл объект қалыңырақ қылу керек. Окей дейміз. Бәрін белгілеп аламыз. Окей. Мінекей осымен логотип дайын болды. Арасынан майда шүйделерін өшіріп жасаймыз. Болды. Осын бас жереміз. Мінекей достар, егерде сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Центрге қойып жүрейік. Артық фонын осында көк түспен бояп қоямыз. Вот мінекей достар, осымен жұмысымыз дайын болды. Мінекей. Достар, егерде сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егерде логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз. Немесе де танысыңызға керек болса, мен айтып жүріңіздер. Жарайды, жақсы сау болыңыздар. Төменде Instagram, TikTok парақшамыз сілтемесін қойып қоямыз. Сол жерге тіркелуді ұмытпаймыз.